Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай қазақтың ұлттық тағамы өте дәмді болып шығатын қаз айналдырып үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай жылқының қабырға етін алып, қабырғаларын кесіп алып тастадым, ал ішектерін тұзды сумен жақсылап жуып дайындап алдым. Және де еттің арасындағы осындай мен шандыр еттерін пышақпен кесіп алып тастаймын, өйткені ол ертең қазына пісіргенде дұрыстап шайналмайды. Енді маринатын дайындап аламыз. Ол үшін мен 2 бас орташа сарымсақ алып, мясорубкадан өткізіп алдым. 2 ас қасық тұз қостым, және де 2 ас қасық қара бұрышынан қосып, сәл су құйдым. Суды құйған себебім қара бұрыш пен тұз жақсылап еріп, және де маринадты етке жаққанда өте ыңғайлы болып жағылады. Мінекей маринатымыз осылай дайын болды. Енді етімізге барлық жеріне жақсылап бірдей қылып жағып шығамыз. Маринатталған дайын етімізді енді шекке кигіземіз. Қазыны айналдырғанда мен осы әдісті жиі пайдаланамын, және де өте тез болады. Ол үшін баклажканың қақпағын ортасынан ойып, шекті баклажкаға кигізіп, қақпағын қайта бұрап жасай бересіздер. Осы әдісті пайдаланғанда дастарханның беті де былғанбайды, және де өте тез болады. Сіздерге де осы әдісті пайдалануға кеңес беремін. Еттерімізді шекке кигізгенде қатты нығыздамауға кеңес беремін, өйткені қазын асқанда жарылып кетуі мүмкін. Мінекей достар, менің бірінші қазым дайын. Айналдырып болған соң осылай жіппен байлап шықтым. Екінші қазымызды да дәл сондай әдіспен айналдырып шықтым. Мінекей достар, біздің қазыларымыз дайын.